Келесі сізге қандай сұрақтар қойылады? Не істеді, не қылды, қайтты. Келесі сөз тағы. Сұлтан. Сынесің деген. Сынесін заттың шынын, сапасын, түрін, түсін білдіреді. Оған қандай қайт деген сұрақтар қойылады. Келесі сөз тағы. Санесін. Санесің. Санесін дегеніміз Заттың несін біледі? заттың санын беретін білдіреді. Оған қанша, неше деген сұрақ қойылады. Келесі сөз тағы. Мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын түстеу деп атайды. Түстеуге қашан, қайда, қалай деген сұрақ қойылады. Шылау дегеніміз өз алдына толық мағынасы жоқ сөздерді шылау деп атаймыз. Шылауға мен, және Кәнеге жиналамыз. Бірінші қайсысы болу керек? Бірінші оқу болу керек. Себебі біз ешқандай оқымай, білім алмай, еңбек етіп кете беретін болсақ, біз өзіміздің еңбегіміздің дұрыс болса екенін білмейміз. Ал егер де оқып, білім алып, еңбек ететін болсақ, кейін өзіміздің елімізде дамытуға болады. Жақсы. Феруза, сенің ойың? Біз еңбек істесек, біз елімізде барлық адамдарға көмектесеміз. Біз еңбек етеміз, ол бізге адамдарға емес, ол еңбек өзімізге де керек болады. Жақсы. Аделя? Спорт деген мәтіндегі негізгі ой, ол бізді тек ойынға ғана емес, спортқа, оқуға, білімге өзімізді дамытуымызға уақыт жұмсауымыз керек. Отыра қойыңдар. Спорттың маңызы ол біз егер де спорт жасамай үйде тамақ жеп ішіп жата берсек, онда біз өз денсаулығымызға зиян тиеді. Түрлері көп. Өте көп, иә? Иә, өте көп болады. Мысалы, домбыра тарту. Бізде ұлттық аспаптарымызды тарту. Ойнау ол да өнер. Және билеу. Бұның бәрі өнерге жатады. Өте жақсы отыра қойыңдар. Ақ деген, кек, қанат деген сұраулар бар. Олардың өз ішінде қандай? Осы сөздерге қосымша және самат және асқат жүрді болады. Жақсы келесі. Біз мектепке дейін жаяу жүрдік. Жақсы. Балалар мектепке сабақ оқушы келеді. Жақсы. Елімізде 7 ақ оқушы бар. Ғой, Алихан сабаққа барып келе ғой. туралы. Мен Мағжан Жұмабаев туралы кітап оқыдым. Жақсы. Бүгін мен кітап оқыдым. Жақсы. Бүгін күн бар. Өте жақсы. Ол үшін көп білім алу керек. Жақсы. Жарайсыңдар. Сен сабаққа бардың ба? Мен жаттығу жасадым және кітап оқыдым. Жақсы. Отбасы біз үшін қымбат. Өте жақсы. Анам мектептен келді. Жарайсың. Мен Арман туралы кітап оқыдым. Ой, мама мектепке барып қайта ғой. Жақсы. Мен кітапты алдым да оқыдым. Ұстазым бар.